Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіз. Сізбен бірге Инка Максовна. Ерекше, әдемі және өте дәмді, арасына жеміс қосылған, үгітілген қамырдан жасалған осындай пирог с меренгой жасаймыз. Барлық өнімдер видеоның астында толық жазылған. Каналға тіркеліп, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Керек өнімдер қант, ұн, жұмыртқа, сары май, тұз, разрыхитель. Начинкасына менде тоңазытқыштағы болған қарақат және крахмал, кукурузный крахмал. Одан кейін меренгаға бізге қант керек болады, кішкене тағы да. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Песочное тесто дейді, үгітілген қамыр. Оған ұнды саламыз. Одан кейін 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Араластырып аламыз жақсылап. Қантпен бөлме температурасында еріп тұрған ұнды жұмсақ болу керек. Жұмсақ сары майды екеуін араластырамыз. Қант пен майды араластырып алдық. Бізге жұмыртқаның сарысы мен ағынан бөлеміз. Сарысын қамырға қосамыз, ағынан меренга жасаймыз. Ағы мен сарысын бөліп алдық. Жақсылап араластырамын. Енді біздің разрыхитель мен ұнға кішкене шым-шым тұз саламын. Енді осыған біздің жаңағы май, қант, жұмыртқаны қосып, песочное тесто жасаймын. Қолмен елесеңіздер де болады. Алдын ала кішкене шанышқымен араластырып аламын. Бұның бәрі қолымыз кір болмау үшін жасалынады. Енді осыдан жұмсақ песочное тесто илеймін. Ұн селеміз да, оны дөңгелетеміз. Мұны елеп алдық, песочное тестоны. Оның сырты осындай матовый болып шығады, жұмсақ болып шығады. Көрдіңіз бе, жұмсақ. Қатты болмау керек. Егер қатты болса, одан үгітілмелі қамыр шықпай қалады. Енді бұны неге саламыз? Пешке. Форманы аламыз, 22 диаметр, ішіне сары май жағып шығамыз, жабыспау үшін шет-шетіне. Пергаментте күмәніңіз болса, астына да жауға болады. Қамырды 1-1,5 см көлемінде жайып аламын да, формаға саламын. Бұны қамырды жасап алдық, шет-шетіне вортекстеп алдық. Енді астын кішкене осылай тесеміз. Шанышқымен тесіп шығамыз. Одан кейін тоңазытқышқа 15 минутқа, 10 минутқа кішкене қойып қоямыз, өзінің формасын сақтау үшін. 3 жұмыртқаның ағуызы, қант және шым-шым тұз. Осымен біз енді меренга жасаймыз. Алдымен ағуызды құямыз. Біздің ыдысымыздың бәрі таза болу керек, бір тамшы суда болмау керек. Бір тамшы су болса, бізді ағуыз көтерілмей қалады. Енді бұл кішкене көпіргенше миксермен айналдырамыз. Қолдың миксермен де жұмыс істеуге болады. Біз жұмыртқаның ағуызын, құр өзін көпіртіп алдық. Енді бұған шым-шым тұз саламыз. Өйткені ағуыз өзінің формасын ұстап тұру үшін көп салмаймыз. Одан кейін 50 грамм қантты ақырын шетінен салып отырамыз. Меренга дайын болды. Ол осындай әппақ болып шығады. Үгітілген қамыр қатты тоңазытқышта 10 минут ұстадым. Былай істесеңіз кішкене осындай қаттылау болып тұрады. Қолға жабыспайтын болып. Енді осыған менде қарақат, тоңазытқышта болған қатырылған, соған крахмалды қосам. Кукурузный крахмалды қосып, 1 шай қасық крахмал, осыны араластырамын. Араластырамын да начинкасына саламын. Тағы да менде кішкене шие болған, соны да салам. Шие мен қарақатты крахмалға араластырдым. Енді бұны 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Міне біздің пирог пештен шықты. Енді бұның бетіне осындай меренга жасадым.
Одан кейін осылай бетін узор жасаймын. Осылай әдемілік үшін. Енді осыны 10 минутқа тағы да пешке саламын. Міне пештен шықты. Енді шет-шетін былай кесіп форманы алып шығамын. Форманы алғанда ақырын алыңыз, өйткені бетіндегі меренге түсіп кетуі мүмкін. Енді кесіп сізге ішін көрсетіп, дәмін көрейік. Өте жұмсақ болып кесіледі. Әр дастарханның сәні болады. Міндетті түрде жасаңыз осы рецепт бойынша. Үгітілмелі қамыр толық пісіп шыққан, ішіндегі салмасы әдемі болып тұр. Бетіндегі меренга биік, өте жұмсақ. Тәтті үгітілмелі қамыр мен қышқыл шие мен қарақаттың дәмі әдемі үйлесіп тұр. Ерекше дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыз.